бірнеше машиналарды біз құрастырдық. Енді маған қолдау білдірген Сәкен ағама алғысымды айтам. Сәкен аға, ары қарай өзіңіз жалғастыра Біздің Шымкент қаламызда Берен Моторс атты осындай керемет өнер тапқыштардың ортасына тап болды мен қазір. Осы дүниенің бәрін құрап шыққан міне Бекзат мырзаның өзі де келді. Бекзат мырза, қайырлы күн. Қайырлы күн. Осы әдемі көліктерді құрап шығуға қанша уақытыңыз кетті, Бекзат мырза? 1 жылдай уақытымыз кетті. Бұл көліктердің басқа көліктерден не айырмашылығы бар? Айырмашылығы тоқпен жүреді. Және оталдырған кезде мүлдем дауыс шықпайды. Және 2 сағат тоққа қойып, 500-600 километр тоқпен жүре беруге болады. Керемет, керемет. Сізде қазақтың азаматтары көп болсын дейміз аға. Рахмет. Міне қымбатты достар, еңбек бәрін жеңбек дейді. Ал, Лентаны кім қияды, өзіңіз қиясыз ба? Сәкен аға мен Майра әпкем қияды. Сәкен аға, Майра әпке. Кешіңіз. Келіңіздер, лентасын киіп алайық мына жақтан. Келіңіздер. Өзің Беконай. Жоқ, Сәкен аға өзіңіз. Ал, бісміллә. Ал, қараңыздар. Берекелі табысты болсын, жарайсың. Бәрекелі, құтты болсын. Ал ағайын, жігіттердің жасаған дүниесін көрейік. Көрейік. Аха. Кеттік көрейік, достар. Бекзат досым, құтты болсын. Сен не істеп жүрсің мұнда? Шақырған соң келдім. Кім шақырды сен? Өзің емес пе? Телевизорден бүкіл досын шақырам деген. Басқа мен сені шақырған жоқпын. Олай қатты кетпе. Екеуміз дос емес пе едік? Мен олай ойламаймын. Талай жерде бірге жүрген досыңды жетістікке жеткен соң тастап кетпейтін шығарсың. Мен сені тастаған жоқпын. Бұл электрлі машина шығаратын жер. Сен мен үшін оны таситын жерде қалып кеткенсің. Солай ма? Мен болсам, досым сағынып қуанышымен бөлісейін деп келсем. Ендеше қалай келдің, сол жолыңмен кете бер. Жолың болсын. Жарайды. Тәкен қайда кетті? Сәкен аға, кете берсін. Кете берсін де қонақ емес пе? Басыңа бақ қонғанда қонақ шығар, басыңа қайғы түскенде сатқын ол. Сен Тәкен туралы олай айтпа. Сен білесің бе, осының барлығы... Сен де... Тәке! Сәкен аға не болып жатыр? Тәкен кетіп қалды ғой. Сәкен аға, түсіндіріңізші, не болып кетті өзі? Беконай. Саған қалай түсіндірсем екен, Машина кет, машина кет. Братан, не жұмыс, братан? Басқа жұмысшылар жоқ па мына жақта? Олар істеген жұмысты біз де істей аламыз ғой, братан, айтсаңшы. Братан, айтсаңшы, не істеу керек? Сен жібеңдер. Мініп алған машина, мынау қоя. Сәкен аға, егер Талғат осының барлығына көмектескен болса, неге алдына барғанда сразу істей салмады? Енді саған бригадирлік қызметті бергенде сынақтан өтпепсің. Сосын анаңмен ақылдасып осындай шешім қабылдадық. Ой, мен Беконайды білем ғой. Ол бір қырсықса қатты жұмыс істейді. Мен оған қырсық атындай оқиға құрастырам. Енді о жағын өзің көресің да. Аха. Ондай подружкаңыз жоқ еді ғой. Ал мейлі, солай ақ болсын. Сіз менің технология қызығатынымды қайдан білдіңіз? Негізі мынаның моторын алып тастап, орнына 3000 вольттық приборларды қойып, тоқпен жүргізуге болады мынаны. Олай болса, ендеше мені сынамай, адам құсап айтсаңыздар, мен бәрін істейтін едім ғой. Талғат сенің қырсық мінезіңді біледі. Қырсықсан ғана бәріне баратыныңды біледі. Сондықтан сол мінезіңді жақсы жағына пайдаланды.
сонда сіз кімсіз? Мен бе? Мен Беконай. Талғаттың қоласындағы адаммын. Ей, Беконай, Беконай.